Номері 55 жалпы орта білім беретін мектеп базасында алғашқы рет Ақтөбе қаласында дәстүрлі әділет пікірталас орталығының Әділет Кап клубы білімді жастар ел ертеңгі атты республикалық турнирі өткізілді. Ол турнирді ұйымдастырушы Тобылбай Феркін өзінің пікірсайыс қозғалысына студенттік кезден ақ ынта танытып, республикалық дәрежеде ең үздік спикер атағын иеленген. Бұл салаға қатысып жүргеніне 15 жыл болды. Оның өтудегі мақсатын Еркін мырза былай түсіндірді. Бұл турнир негізінен Ақтөбе қаласы әділет пікірталас орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Бұл турнирге жалпы 36-дай фракция қатысып жатыр. 3 негізгі облыстан келді. Ол Алматы, Қостанай, Орал облыстарынан келді. Ойыншылар, төрешілер қамтамасыз етілді. Бұл турнирдің басты мақсаты жастар арасында пікірсайыс қозғалысын дамыту, оқушыларды көшбасшылыққа тәрбиелеу, оны әрі қарай жұмыс жасауға үйрету. Яғни әрбір жас таланттың көзін аша білуге сипаттау болып табылады. Бұл турнирде жалпы 2 күндік турнир болғандықтан пікірсайыс ойындарымен қатар спорттық шаралар болады. Және бұл шараларда республикадан келген оқушылардың достық қарым-қатынасын қалыптастыру мақсатында өткізіліп жатыр. Сонымен қатар бұл шараның басты түйінді айтып кететін жағдайы, осы айтылғандардың барлық ұсыныстар хаттама ретінде тіркеліп, Ақтөбе облысы білім басқармасына ұсынылады. Оқушылар арасындағы дебатта 3 рет үздіктер қатарынан көрінген Анар Ахабаеваның да айтары көп. Мерген ару атағында иеленген білім құмар қыздың арманы да асқақ. Осындай дебаттар арқылы ол балалардың ой өрісі дамып, кез келген ортада өзін емін еркін ұстауға дағдыланады дейді. Қызыл тілдің майын тамызып жүргеніме 2 жыл болды. Ең алғашқы келуім осы Азамат Бекболатұлының арқасында келді. Ақтөбе қаласында әділет пікірталас орталығының ұйымдастыруымен бүгінгі республикалық деңгейдегі турнир өткізіліп жатыр. Бұл турнирді өткізілуге әділет пікірталас орталығының қарқыны өте жоғары деп есептеймін. Және де қазіргі таңда 1-4 финал өткізіп жатыр. Сонымен қатар LD деген форматта үздік спикер танылушы болады. Өз басым осы LD атты спикерлік додада ең алғашқы орында тұрмын, 3 дүркін чемпионда. Осындай жастарға бір қолдау көрсетсе, бізге де бір жақсы болар еді. Биылғы жылы шешендік шеберлігін шыңдауға келген жас спикер Ильяс та өз бағын сынап, Хромтау қаласынан келгенін айтты. Ильяс жаңа келген спикер болса да, іріктеу турнирінде қарсыластарын басып озып, Әділет Кап турниріне 2-ші рет қатысып отыр екен. Біздің Негелта орта мектебінде аудандық осы пікірсайыс ұйымдастырылды. Сол пікірсайысқа қатысып, бізде 2-ші орын алған болатынбыз. Алға қойған мақсаттарым бүгінгі республикалық турнирде жеңіске жету. Яғни бүгінгі Еркін Толбаев пен Азамат Бекболатына үлкен алғысымды білдіремін. Себебі оларсыз бүгінгі пікірсайыс турнирі болмас еді. Осы пікірсайыс адамның өзінің сыни тұрғыдан қандай екенін дәлелдеу үшін жасалған зат. Осы пікірсайысқа қатысуға мен әлі де ынтам бар. Көптеген қызығушылық, жаңа достармен танысасын. Осының бәрі адамның қоғамға жақсы әсерін тигізеді деген ойдамыз. Сондықтан осы пікірсайыс алға және алға деген үмітпен мен ойнап жатырмын. Республикалық дебаттың болашақта кең ауқымды өтуіне қазір мүмкіндіктер қарастырылуда. Ендігі жолы ұйымдастырылатын мұндай турнирге республиканың түпкір-түпкірінен көптеген оқушылар қатыспақ. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.